Әлемдік пандемия коронавирустың экономиканың бірқатар негізгі салаларын тежегендігі белгілі. Осыған байланысты экономиканы тұрақтандыру, кәсіпкерлік, отандық өндірушілерді қолдау мақсатында үкіметтен антикризистік шара қабылданды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық кәсіпкерлік және сауда басқармасының басшысы Нұрбақыт Иманқұлов мәлімдеді. Нұрбақыт Насырұлының айтуынша, кәсіпкерлікті қолдау арқылы экономиканы тұрақтандыру шаралары негізінен 3 бағытта жүргізіледі. Атап айтқанда, жеңілдетілген қаржыландыру, салықтық жеңілдіктер, несиелік ынталандыру түріндегі қолдаулар. Кәсіпкерлік субъектілерінің саласы өте жақсы қатты дамып келе жатыр. Түркістан облысында 141.881 шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген. Осы мына пандемияға қарамастан бізде өсім бар. Осы субъектілердің саны өсіп отыр 2,5%-ға. Ол енді жақсы көрсеткіш. Сонымен қоса мына қазір енді шамалы біздің осы бас санитарының қаулы бойынша іске қосылу басталып жатыр. Мынау пандемия мәселесі сәл шамалы тұрақталған бойынша олар іске қосып жатырмыз. Ол бойынша қазір Инфоқазақстан деген біздің электрондық платформа бар. Сол бойынша бұл біздің кәсіпкерлер тіркеліп рұқсат алып, мынау бізде мобильдік топтар жұмыс істеп жатыр. Аудан қала әкімдіктермен бірлесе, оның ішінде санитар-эпидемиологиялық қызметкерлері бар. Санитарлық талаптарына сәйкес бұл кезінде олар іске қосылып отыр. Біртіндеп бұл өз кезең-кезеңмен болып жатқан мәселе. Бұл жерде енді ең негізгі айтылатын мәселе біріншіден ол тұрғындардың қауіпсіздігі. Сол себептен бұны енді пандемияны өршітіп алмау үшін біз рет-ретімен қосып отырмыз. Санитар талаптарға сәйкес болса, ол өз жұмысын жалғастырады. Сондай-ақ кәсіпкерлердің өндірістік қуатын сақтау және тұрақтандыруға бағытталған бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасына бірқатар өзгерістер енгізіліп, бизнес үшін бағдарламаға қатысу максималды түрде жеңілдетілді. Және несие суммасы 2,5 миллиард теңгеден 7 миллиард теңгеге дейін ұлғайтылды. Салалық шектеулер алынып, кепілдік берілетін несие суммасы 1 миллиард теңгеге дейін өсті. Пайыздық ставка 6% көлемінде бекітілді. Бүгінде өңірдегі бағдарламаның бюджеті 2 есеге өсіп 4,8 миллиард теңгені құрап отыр. Қаражат шеңберінде 500-ден астам кәсіпорынға қолдау көрсетілетін болады. Қаржылай қолдаулардың нәтижесінде жыл соңына дейін 5 мыңға жуық кәсіпкерлік отандық тауар өндірушілер және шаруа қожалықтары қаржылай қолдаулармен қамтылатын болады. Жалпы экономиканы тұрақтандыру шараларына жеке кәсіпкерлік субъектілерін жаппай қатыстыру басты назарға алынған. Алтынай Өтебек, Әділбек Сұлтанхан, Арт ТВ жаңалықтары.